Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін шайға ерекше десерт ирис жасаймыз. Ол үшін осылай қызып тұрған ыдысқа астына газға қойып, ыдысымызды жаңағыдай сгущенкамызды салып, кішкене қызғанша араластырамыз. Осылай ыдысындағы барлығын толық салдым. Осылай бір ақ шоколадты или қалауыңыз бойынша қандай шоколад ұнатасыздар, бір толықтай бір шоколадты салдым, бөліп. Осылай өзі ериді, қасықпен біркелкі етіп араластырып тұрасыздар. Осылай жақсылап араластырдым. Кішкене шамалы қою болғанша, қайнағанша араластырып тұрасыздар. Астыңғы отын жай баяулатып. Жарты кеседен аздау мейіз қостым, және кішкене дәнек қостым. Кез келген дәнек түрі болады. Жуып алдым мейізді де қосып жібердім. Кішкене араластырып тұрдым. Загуститель қостым, 2 қасық. Бұл приправа сататын жерден алсаңыздар болады. Осылай загуститель қосып жақсылап араластырдым. Кішкене қоңырқау түс болғанша осылай отта тұрды. Қоңыр түсті болғаннан кейін осылай пергаментке қойып алдым. Осылай пергаментке қойып болған соң, бетінен тағы бір пергамент төседім да. Холодильникке жібердім. Холодильникке салып болғаннан кейін, бір сағат, жарты сағат тұрғаннан кейін алып осылай домалақ қылып шайға ұсындым. Менімен болғандарыңызға рахмет, ас болсын. Шайға жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Қолдың ирисі болды үй жағдайында.